Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын бастағалы отырмыз. Бүгінгі сабағымыз біздерде кітапханамен бірлескен сабақ болайын деп отыр. Кіріктірілген сабақ. Мына жерде біздің мектептің кітапхана меңгерушісі Жанар апай бізбен бірге. Енді бүгінгі сабақ біз тізбектелген әдісі арқылы өткізгелі отырмыз. Бұл жерде Абай жолы роман эпопеясынан әр оқушыға жеке тапсырма беріліп жіберілген еді. Біз бүгін бірінші томды ғана және екінші томды ғана талдаймыз. Әр бөлім оқушыларға жеке оқуға беріліп жіберілді. Сол әркім өзінің оқыған бөлімі бойынша қысқаша мазмұнын айтасыздар. Ал қалған оқушылар сіздер дәптерлеріңізге әр бөлімнің тақырыбын, оқиғалар желісін қысқаша жазып, кейіпкерлерін өздеріңізге керек ақпаратты дәптерлеріңізге түсіріп отырасыздар. 97-1961 жылдары аралығында өмір сүрді. Ол көрнекті жазушы, драмашы, зерттеуші және де аудармашы. 11 жасында әкесі қайтыс болып, атасының тәрбиесінде қалған. 1908 жылы ағасы оны 5 жылдық училищеге береді. 1917 жылы тұңғыш күрделі шығармасы Еңлік Кебек драмасы шығады. 1921 жылы алғашқы әңгімесі Қорғансыздар күні жарық көреді. Абай жолы роман эпопеясы 116 тілге аударылған. Бұл роман эпопеяда 500-ден астам кейіпкер бар. Және де 1949 жылы Абай жолы роман эпопеясы үшін Мұхтар Әуезов КСР мемлекеттік сыйлығына иеленеді. Бұл Абай жолы роман, себебі бұда 4 томдық кітап бар, және де эпопея. Осы кітапта Абайдың жарты ғасырлық өмірін және де халықтың жарты ғасырлық өмірі мен салт дәстүрлерін бейнелеген. Кітапта Абайдың өсу жолы арқылы халықтың өсу жолын, Құнанбайдың құлдырау жолы арқылы үстемтап өкілдерінің құлдырау жолын көрсетеді. Мұхтар Әуезовтің осы Абай жолын жазуға кеткен екен. Көп дайындалып барып, мына Абай жолын жазған уақытта Абайдың әйелі Әйгерім өте қарт кісі болады. Сонда бар естеліктердің барлығын Әйгерімнің отауына барып отырып, Мұхтар Әуезов оны жазып алады екен. Әйгерімнің өзінің жаңағы аузынан естіп тыңдап, және ауылдағы сол Абайдың көзін көрген қарт кісілерден осы тұмдап жинап, Мұхтар Әуезовтің өзінің айтқаны бар, көште қалған шаланы үрлеп жаққан от сияқты Абай жолын жазған уақытта әр материалды тұмдап жинап, үлкен көлемді роман эпопея қылып, жалпы қазақты осы Абай жолы арқылы әлемге таныта білген жазушы ғой. Оқудан өзінің ауылына қайтып оралады. Әкесі баласының билікке араласқанын қалап, оқуын бітірместен оны еліне шақырып алады. Осы жерде Абай алғаш рет әкесінің қатыгездігін көреді. Бұл қатыгездікті Қодар мен Қамқаның жазалауынан көруге болады. Осы қатыгездікті көргеннен кейін Абай ауырып қалады, және де Абайдың ауруының емі өлең болады. Абайдың үйіне қонақ келеді. Олар осы поэмаларды, өлеңдерді шырқау арқылы Абайдың ауруының емі болып аталады. Екінші бөлім Қатқабатта деп аталады. Қатқабатта бөлімінде елде көші-қон болады, қыстаудан күзеуге көшетін мезгілді көрсетеді. Бұл уақытта жер дауы орын алады. Құнанбай мен Бөжейдің арасындағы кикілжіңді байқауға болады. Бөжей мен Құнанбай Қарашоқы дейтін жерге таласып, ақыр соңында Құнанбай осы жерге иелік етеді. Қарап отырсаңыздар, Абай 13 жасында оқуынан елге қайтып келе жатыр. Бұл жерде Құнанбай әкесі Абайды елге қайтарып алады. Абай оқуын аяқтай алмады. Себебі әкесі Абайдың зеректігін, балаларының ішіндегі Абайдың зеректігін байқап, ел ісіне араласуға, Абайды алып келіп, үйретуге, араластыруға елге алып келе жатырады. Сонда оқудан қайтып келе жатқан 13 жастағы Абайдың өмірінен бастап Абай жолы суреттеліп көрсетіледі. Абай жолында Абайдың 13 жастағы өмірі суреттеліп көрсетіледі. Бөжей елмен және Құнанбайдың
Құнанбайдың үстіне жазған арыз туралы айтылады. Осы дауда Құнанбай өзінің Айғыз деген келіншегінен туған Кәмшат деген Абайдың қарындасын бөжейге татуласу үшін Кәмшатты береді. Жалпы осы бөлімде Абайдың билікке араласқанын көп біле аламыз. Ал 4-ші бөлімде шытырманда ол жер қыстау мәселелеріне Абайдың араласуы орын алатын бөлім болып табылады. Жалпы осы бөлімде Абай көптеген Құнанбай елінің көптеген ауылдарына кіріп, үйлеріне кіріп, соның мәселелерін, Қарашоқы деген жердің мәселесін шешуге атсалысады. Және оның Жұмағұл деген көмекшілері қасында жүреді әрдайым. Сол үйлерден кіріп шығып әңгімелер естиді. Кәмшат деген қарындасының бөжей жаман халде екенін, бөжейдің үйінде жаман халде екенін біледі. Көп ұзамай осылайша Кәмшаттың қайтыс болғанын біледі және Құнанбай оны естіп бөжейге аттана бастағанда, сөйтсе бөжейдің өзінің қайтыс болғанын сол кезде біледі. Және одан кейін бөжей елі Құнанбай еліне хабар жеткізбейді. Осы жерде бөжей мен Құнанбай арасындағы дау аяқталады. 3 күндік шайқас болады. Сонымен қатар бұл бөлімде Абайдың әкесі Құнанбайдың үстінен арыз түсіп, бұл арызды Чернов деген шенеунік қабылдап Құнанбайды алып кетеді. Құнанбай майырды алдап, іс қағаздарды отқа жандырып жібереді. Және бұл бөлімнің соңына Тоғжан мен Абай кездеседі. Келесі 6-шы бөлімі бізде өрде. Өрде бөлімінде Ұлжан Ділдәнің ауылына құдалыққа барады. Себебі олар Абайға Ділдәні алып береміз деп ойлайды. Абай бөжей асына ат салысады. Сонда бұл астың жоғары деңгейде өткенін халықтың есіне кетпеген. Сонымен қатар бұл бөлімде Ерболдың арқасында Абай Тоғжанмен соңғы рет кездеседі. Жақсы. Міне шытырманда, белбелесте, өрде, қияда деп Абайдың даму жолын көреміз екен. Мына бөлімдерінің өзінің тақырыптары қияда, өрде деп отырғанымыз құзда, мысалы, ол өте жоғары биік, жардың биіктігін көрсетеді. Осы биіктік сатылай бөлімдер жоғарылай береді. Бұл жоғарылау Абайдың даму жолы болып есептелінеді екен. Абаймен бірге халықтың даму жолы болып көрсетіледі. Келесін жалғастырайық. 3-ші бөлім еңісте. Абай Ақшықпаға отау тігеді. Тәкежанның Мұқабайы қайтыс болады. Оспай мен Нұрғанымның тартысы. Ералыда болыстың сайлауы өтеді. Керімбаладан айырылған Оралбай ел білдіруді бастайды. Абай каталашкаға түседі. Салтанат оны 1000 сом төлеп шығарып алады. Лавровский ояз болады. 3-ші бөлімі Оқапта. Дүтбай мен Үмітей тойында әмір бастағанда сал серілер өнер көрсетеді. Құнанбай әмірді өлтіре жаздайды. Абай достарымен аңға шығып, жолдан адасып кетеді. Найман ауылында ғашығы Тоғжанды көреді. Осы бөлімде Абай 17 жаста әке атанады және жұт болады. Абай осы бөлімінде халыққа және кедейлерге өте көп көмегін береді, ұрыларды табуға көмектеседі. Және осы бөлімінде әжесі Жидере қайтыс болады. Сайлауда Абайды әкесі сайлауға қатыстырамын деп, бірақ соңында ағасы Тәкежан болыс болады. Телғара деп қойған. Себебі екі анасы әжесімен және өзінің анасы әжесі Зеремен, өзінің анасы Ұлжан екеуінің тең тәрбиесін алады. Жеңгелері еркелетіп, сол Телғара деп атап кеткен. Тең екі анасы тең дәрежеде оны Абайға не береді? Тәрбие береді екен. Мына Абайдың әдебиетке жақын болуы, Абайдың халық ауыз әдебиетіне жақын болуы, бұл
әжесі Зере мен анасы Ұлжаннан өткен. Себебі әжесі Зере көп халық ауыз әдебиетінің үлгілерін, ертегі, жырларды, дастандарды абайға бала күнінен бастап айтып отырған екен. Бұл жерде бізде Абай ауылына Біржан Сал келіп, Абай мен Әйгерімнің үлкен бір құдалығы өтеді. Осы кезеңде Байдалы елге келіп, Құнанбайдың кеңесі екеуі арасында үлкен кеңес болады ел мәселесі бойынша. Сонымен қатар осы тойға жиреншеше келіп, Абай жиреншешемен алғашқы рет танысады. Сонымен бұл бөлімде бізде Керімбала және Жігітек пен Бөкеншінің арасында үлкен дау болады. Жігітек пен Бөкенші жерге дауласа, кейін Керімбала екеуі сол қызды ұнатып, сол Керімбала үшін екеуі дауға түседі. Бірінші Абайдың аттастырып алған әйелі Ділдә. Екіншісі сүйген жары Әйгерім. Оны өзі сүйіп алады екен. Енді біз жалпы Абайдың өмірін оқыған уақытта, Абай Құнанбаевтың шығармашылығын оқығанда білеміз, Абайдың сүйген қызы болады, бірақ оған қосыла алмайды Абай. Кім еді? Тоғжан. Не себептен қосыла алмайды? Кім айтшы береді? Тоғжанды кішкентай кезінде басқа адаммен аттастырып қойған. Аттастырып қойған екен. Бірақ Абай екеуі бір-бірін ұнатады, екеуі қосыла алмайды. Сол Тоғжанды тұрмысқа шығарғаннан кейін сол елге барып отырады, Сүйіндіктің еліне барып отырған уақытта біреу сыртта керемет ән салып отырады екен дейді. Сол уақытта Абай әні керім екен дейді. Әйгерімді бірінші көрмей, оның әніне ғашық болады. Әні керім екен дейді. Сыртқа шығып танысқан уақытта ол қыздың аты Шүкіман болады. Шүкіман деген Абайға ат ұнамайды да, Әйгерім деп өзі атын қойып алады екен. Сонымен Шүкіманмен танысып, Абайға қосылғаннан кейін ол Әйгерім аталып кетеді. Әйгерімді міне осылай алады, өзі сүйіп қосылады екен Әйгерімге. Сіздер осы жерде кейіпкерлерін жазып алыңыздар, иә? Кейіпкерлерді кім оқып жібереді? Бірінші кітапта кейіпкерлер Абай, Қодар, Қамқа, Құнанбай, Айғыз, Кәмшат, Бөжей, Тәкежан, Чернов, Ербол, Тоғжан, Ұлжан, Ділдә, Зере, Абылғазы, Балағаз, Тәкежан, Әйгерім, Жиренше, Байдалы, Біржан Сал, Керімбала, Оспан, Нұрғаным, Оралбай, Дүмбай, Үмітей, Әмір болды. Тұталамыз, иә? Енді біздерде жаңа екінші том басталған уақытта Салтанат деген кейіпкер пайда болды. Білесіздер, Салтанат бұл енді Абай халықтың жағында жүріп, халықтың біраз жаңағы шаруаларын шешу мақсатында өзі де сол халықтың жағында жүріп, бір істі болып қалады. Сол уақытта қаладағы сол Салтанат деген әйел азамат болатын болса да, досы ретінде Абайды алып шығуға көп көлемде жаңағы қаржы төлеп Абайды аман-сау алып шығады екен. Оспан Абайдың інісі, білесіздер, иә? Осы жерде жаңағы Оспанмен және оның әйелінің ортасындағы дау жанжалдарда осы екінші томның жаңағы еңісте бөлімінде көрсетіліп отыр. Келесі сабақтарда әрмен қарай осы тізбектелу әдісі бойынша жұмысымызды жалғастыра береміз. Себебі бұл тиімді әдістердің бірі болып отыр. Себебі жалпы мазмұнын бір мезетте меңгеруге толық мүмкіндік беретін әдіс екенін байқап қарап отырсыздар. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталады. Қазір барлығыңызды бағалап шығамын. Дәптерлеріңізді маған жинап бересіздер. Түсіріп өздеріңізге керек ақпараттарды, кейіпкерлерді жазған дәптерлеріңізді қарап тексеріп, сабақ аяқталды. Сау болыңыз.